Шұғыл хабарландыру. Қытай түрмесінің тірі куәгері Қытайдың саяси үйрену деп аталатын концлагер түрмесінде 7 ай отырған. Онан ары жалпы 2 жыл бойы Қытайда үй қамақта отырған Отанбек Жарқын 23 қаңтардың кешінде ізім қайым жоғалып кеткендігі туралы ақпарат тараған болатын. Ал Отанбек Жарқынды 23 қаңтардан 24 қаңтардың таңына дейін Атажұрт еріктілерінің бір топ азаматтары Отанбек Жарқынның жұбайы Шынар Қылышевамен бірге іздеді. Алматы полицейлерінің көмегіменен және әлеуметтік желі қолданушы белсенді жылы жүректі азаматтардың көмегімен 24 қараша күндіз Отанбек Жарқынның табылғандығы туралы ақпарат жарияланғанын білесіздер. Бірақ әлгінде ғана 24 қаңтар кешкі сағат 9-дан 40 минут өткенде Атажұрт еріктілерінің қоғам белсендісі Гаухар ханымның мәлімдеуінше қазір доктордан Отанбек Жарқынның тексеру анализі шыққан, қан құрамынан 18% наркотика дәлелденген. Яғни Отанбек Жарқынды біреулер алып кеткен және оған мәжбүрлі түрде наркотикалық улы екпелерді, сұйықтықтарды денесіне құйған. Нәтижесінде Отанбек Жарқын есін білмейді. Қазірге дейін оның есі өз орнына келген жоқ. Сөздері қалыпсыздау болып отырған белгілі. Және Отанбек Жарқынның басындағы осы сұмдық жағдай туралы біз тұтас Қазақстан қоғамынан көмек сұраймыз. Отанбек Жарқын Қытай түрмесінің тірі куәгері. Оның жұбайы Шынар Қылышева Қазақстанның төл тумасы, Семейдің қазағы. Екеуінің заңды некесі бар, орталарында Ақжол деген балалары бар. Шынардың арыздану нәтижесінде Қытай билігі 7 ай бойы түрмеде қамаған. Жалпы 2 жыл бойы үй қамақта ұстаған. 7 ай бойы түрмеде неше түрлі белгісіз екпелер мен дәрілерге эксперимент тәжірибе материалы ретінде пайдаланған Отанбек Жарқын Қазақстанға келгенімен 23 қаңтар күні өзінің айтуында белгісіз ақ джип машинаға мінген. Өзі сары түсті, басында шашы жоқ, жартылай таз бір адам оны машинаға алып кеткен. Және ары қарай ол не болғанын білмейді. Сондықтан Отанбек Жарқынға көмектесемін деген әлеуметтік желі қолданушылар болатын болса, дереу Атажұрт еріктілерінің мүшелерімен хабарлассын. Себебі Отанбек Жарқын Қазақстан Республикасының медицина қызметкерлерінің немесе құқық қорғаушыларының толыққанды көмегіне ие болғанға дейін аралықта оның амандығын қоғам белсенділері қарап отырсақ деген ниеттеміз. Біз міне 2 тәулікке жуық осы шаруамен айналыстық. Енді Отанбек Жарқынға көмектесемін деген азаматтар оның қасында болып, түнімен күзетте болып, әлдеқандай біреулердің қастандығынан немесе оның ес ақылын жоғалтқан жағдайда өзіне зиянды бір іс-шараларға баруынан сақтандыру үшін көмектесемін деген азаматтар мына азаматқа хабарласыңыз. Атажұрт еріктілерінің қаржылық жұмыстарына жауапты Ербол Дәулетбек. Телефоны 8705 180 66 68. Қайталаймын, 8705 180 66 68. Екіншісі Атажұрт еріктілерінің қайырымдылық іс-шараларына жауапты Гүлжан Әліш қарындасымыз 8707 899 54 74. Атажұрт еріктілерінің басқа азаматтары осы шаруада 7 күні түні жұмыс істеп шаршады. Қазірше басқаларды мазаламай осы 2 азаматқа хабарласыңыздар. Біз барлық заңгерлерден, барлық жылы жүректі азаматтардан, барлық медицина қызметкерлерінен көмек сұраймыз. Отанбек Жарқынға кім қастандық жасаған болуы мүмкін? Оның үнін өшірмек кімге керек? Әлде Отанбек Жарқын бүкіл әлемдік ақпаратқа Қытайдың қылмысын ашқандықтан біреулер оның үнін өшірмекші болды ма? Ендеше олар кімдер? Әдетте Атажұрт еріктілерінің көмегімен ғана қалт-құлт етіп жүрген бұл отбасы ұзақ уақыт екеуі де жұмыссыз болды. Екеуі де жұмыссыз болғандықтан оларда әлдеқандай қоғамдағы ұры-қарылар тонай қоятындай ешқандай басы артық мүлік те байлық та жоқ. Тіпті ұстап жүрген телефондары қарапайым телефондар. Сондықтан
Отанбек Жарқынға жасалып жатқан бұл сұмдық сұрқиялықтардың артында біз Қытай тарапының бір арам қолы бар деп ойлай береміз. Мүмкін оған дозадан мөлшерде тыс көп мөлшерде наркотиканы егу арқылы мүмкін оны өлтірмекші болды. Мүмкін оны жындығып жіберуді ойлады. Қазірдің өзінде Отанбек Жарқынның ақыл есі өз қалпына келген жоқ. Сондықтан Қазақстан Республикасындағы барлық құзырлы мекемелерден, барлық ақпарат құралдарынан, барлық журналистерден, барлық ұлтшыл қазақтардан көмек сұраймыз. Бұл үндеуді 2019 жылдың 24 қаңтары түнгі сағат 21:49-да тараттық. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы, Атажұрт еріктілерінің басшысымын. Бұл үндеуді үздіксіз, тоқтаусыз таратыңыздар. Қытайдың қазаққа жасап жатқан қорлығы мен зорлығы шегіне жетті. Ендеше барлық қазақ Қытайдың қазаққа істеп жатқан осы қиянатын білсін.